Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз осы ентіда сізге 5 балл алып келетін теңсіздіктер тақырыбын шығаратын боламыз. Егер де осы тақырып қиын болса, давайте комментарийге қиын деген сөзді жазып кетіңіздер. Осы бірінші бөлімі, егер де қиын дейтін сөздер комментарий көбейіп жатса, онда келесі екінші бөлімін шығарамын. Яғни бұл теңсіздіктерге байланысты жеңіл есептер, ал сіздерге математикадан, яғни осы пробныйда, ентыларда сіздерге қиын түрі кездеседі. Сондай есепті келесі екінші частінде шығарамын. Егер де осы видео көп просмотр жинайтын болса, онда келесі екінші частын міндетті түрде шығарамыз. Онда кеттік. Бірінші есебінен бастап шығарайық. Так, бізде бұл арасы 3х үлкеніне тең минус 18. Қарапайым есебе 3х үлкеніне тең минус 18. Бізде арасы көбейту оң жақ бетіне барады да бөлу болып барады. Міне бізде бөлу болып барады. Сол кезде х үлкеніне тең минус 18 бөлінген 3 болады. Так, 18-ді 3-ке бөлетін болсақ 6, сонда алдындағы минусымен минус 6. Сонда х-міз үлкеніне тең минус 6-дан. Енді координата осін саламыз да минус 6-ны белгілейміз. Минус 6. Енді минус 6-дан үлкен аралықтар. Егер де үлкен аралық болса, яғни бұлай тұратын болса, ол үлкен аралық. Ол бізде оң жағында орналасады. Координата осының оң жағында. Ал кіші аралықтар болатын болса, осыны жақсылап есте сақтап алыңыздар, ол сол жағында тұрады. Бізде үлкен аралық, ол минус 6-тан үлкен сандар, ол оң жағында орналасады. Сондықтан минус 6-тан бастап плюс шексіздікке дейін. Яғни жауабы бізде қараңыздар. Үлкеніне тең болғаннан кейін қабылдайды. Яғни тік жақша болады. Бізде х тиісті минус 6-дан бастап плюс шексіздікке дейін. Яғни бізде тік жақша болған себебі ол жерде қабылдайды деп тұр. Сонда бізде минус 6-тан плюс шексіздікке дейін жауап ол А варианты екен. Яғни мына бір қасиетті жазып қойыңыздар. Егер де үлкеніне тең немесе кішіне тең дейтін жауаптар тұратын болса, яғни наяқта сондайлар болатын болса, онда сіздер міндетті түрде тік жақша саласыздар. Ал егер де минус шексіздік плюс шексіздік жағы келетін болса, онда жай жақша болады. Бізде тік жақшаның екі бөлігін сала салайық. Енді ал егер де қатаң үлкен немесе қатаң кіші дейтін келетін болса, егер де сіздерге онда ол да жай жақша болады. Осы қасиеттерді дәптерге жақсылап жазып қойыңыздар. Келесі бізде х минус 3 кішіне тең 11. Яғни бұл жерде не істейміз? Минус 3-ті теңдіктің оң жағына, теңсіздіктің оң жағына жібереміз. Х кішіне тең, х-ің өзі қақ қойды, сол жағында. Ал минус 3 мұны яққа барды, 11 плюс 3-ке айналып кетті. Яғни минус бізде плюс 3-ке айналып кетті. Сонда х кішіне тең 14 болады. Сонда біз координата осыны салған кезде 14-ті белгілей саламыз. 14-тен кіші аралықтар, жаңа айттық, сол жағында орналасады. 14-тен кіші сандар сол жағында емес па? Сондықтан бұл сол жақтағы мәндерді қабылдайды. Минус шексіздіктен бастап 14-ке дейін. Сонда жауабы бізде х-іміз тиісті минус шексіздіктен бастап 14-ке дейін тік жақша болады. Өйткені бізде үлкен, кіші не тең деп тұр. Так, жауабы бізде В варианты болады екен. Келесі есепке оралайық. Так, келесі есепте дәл осындай оңай есептердің бірі х үлкен, яғни 5 наяққа барып минус 5 болады. Минус 3, минус 5. Сонда х үлкен минус 8-ден. Сонда координата осыны салған кезде наяққа минус 8-ді белгілейміз. Қараңыздар, бағанан бері біз бояп отырық қой. Енді осындай ішіне бос қуыс қалдырып кетеміз. Бұл қабылдамайды деген белгі. Жазып қойын, қабылдамайды. Яғни наяқта теңдік белгісі жоқ қой, қатаң үлкен. Сол кезде ол қабылдамайды. Енді үлкен аралықтар, үлкен сандар оң жағында орналасады деп айттық. Сол кезде минус 8-ден бастап х тиісті
Так, минус 8-ден плюс шексіздікке дейін. Қараңыздар, мынау жай жақша. Неге? Өйткені бұл жерде қатаң үлкен болып тұр, ше? Сондықтан бұл жай жақша болады, ше? Келесі, енді бұл сәл күрделі, ана есептерге қарағанда, алдыңғы есептерге қарағанда. Енді мына жерде 2x бар, x бар. Бізде 6 бар, 1 бар, ше? X-тер барды сол жағына, ал сандар барды оң жағына жібереміз. Мынаяқтағы 2x қалады, мынаяқтағы x мынаяққа барып, минус x болады. Минус x. Енді үлкен таңбасы ол қалады сөйтіп. Мынаяқ 6, мынау плюс 1 еді, мынаяққа барады да минус 1 болып кетеді. Сол кезде 2x-тен x азайтсақ, x үлкен 5-тен болады. Сонда жауабы бізде, мына координата осыны салған кезде мынаяққа 5-ті белгілейміз, ол іші бос қуыс қалдырып қоямыз да, үлкен аралықтар оң жағында орналасады дейміз. Сол кезде x-іміз тиісті, x тиісті. Так, 5-тен бастап плюс шексіздікке дейін. Сонда 5-ті қабылдамайды, жай жақша. Енді ондай жауап бізде, так, жауабында тұр екен, Так, келесі есеп, бірден күрделісіне көшіп кеттік, Қараңыздар, бұл есепті шығарған кезде ең алдымен ортақ бөлім береміз. Яғни осыны ұмытпаңыздар, ортақ бөлім беруіміз керек. Сол кезде ғана есеп шығады. Бізде қараңыздар, мынау 3, мынау астында 1 бар деп есептейміз. Мынау 2, мынау 4. Бірінші сол жағына, одан кейін оң жағына ортақ бөлім береміз. Так, бізде мынау 3-тен береміз, ортақ бөлім. Так, мына жаққа 1-ден, ал мына жерге 3-тен келеді. Сол кезде 4x плюс 1 плюс, плюс емес, мынау арасы азайту, Так, артқа қайтарамыз. Мына жерде минус болады бізде. Так, 4x плюс 1 минус 3x. 3-ті x-ге өтсек, әрине 3x. Бұл үлкен болады, қараңыздар. Мына жерде 2, 4. Ортақ бөлімі 4. Мына жерге 2-ден береміз. Мына жақша қаламызда 2-ден береміз. Ал мынау квадрат емес, 2-ден береміз. Ал мынаны жақша қаламызда 1-ден береміз. Так, енді 2-ні x-ге өтсек 2x, 2-ні 1-ге өтсек плюс 2, азайтылған. Мынау жақшаны ашқан кезде минус x болады. Мынау минус пен мына минус. Мынау жақшаның сыртына әсер етеді, оны екеуіне де ше. Мынау минус пен мынау минус плюс болып кетеді да. Плюс 3 шығады. Енді осы кезде біз пропорцияға сала саламыз. 4-ті бұлай жібереміз. Яғни мынау жақша қаламызда 4-ті бұлай жібереміз. 3-ті аламызда бұлай жібереміз. Сол кезде пропорция орындалады, бізде. 4 көбейтілген. Мынау 4x-тен 3x азайтсақ 2 шығады әрине. X плюс 1. Мынау үлкен таңбасы қалады, дәл солай. Енді 2x-тен x азайтамыз, ол x болады. Ал мына жерде 2-ге 3-ті қосамыз, ол плюс 5 болады. Жақшаға алып, оны 3-ке көбейте саламыз. Мынау бізде пропорциямен көбейтіліп кетеді. Так, бізде жақшаны ашып, амалды орындай саламыз. 4x плюс 4 үлкен 3x плюс 15. Сыртындағы өрнек екеуіне де әсер етеді. X-терін сол жағына, ал сандарды оң жағына жібереміз. Сол кезде 4x-тен 3x азайтсақ x қалады, 15-тен 4 азайтсақ 11 қалады. Сонда жауабы бізде мынау 11 дейтін болсақ, одан үлкен мәндер оң жағында орналасады. Сол кезде x тиісті 11-ден бастап плюс шексіздікке дейін. Сондай жауап шығады екен. Так, ондай жауап вариантында тұр екен. Енді келесі есеп бізде байқасаңыздар жүйе. Яғни жүйеге берілген есеп. Так, бұндай есептерді қалай шығарамыз? Екеуін бөлек шығарып аламыз. Яғни алдымен төбесін, одан кейін астын шығарамыз. Давайте, минус 4 оң жағына бар, плюс 4 болады. X кіші 4-тен. Одан кейін бұл бірінші жауап шықты. Енді астын шығарайық. X-терін сол жағына, сандарын оң жағына. Яғни 2x қалады, үлкен. Мынау минус 3 неқа бар, плюс 3 болады. Яғни 5 плюс 3 болады. Енді 2x үлкен 8-ден. Бұл жерде екі жағында 2-ке қысқартамыз. X үлкен, яғни 2 мынаяққа бар бөлу болып барады. 8 бөлінген 2. Ол 4-ке тең.
сонда бізде екі жауап шығады екен.